Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ал бүгінгі видеода сүзбелі көбелектер деп аталатын тәтті дайындаймыз. Шайға арналған үстелдің сәнін келтіретін, ауызда еритін, қамыры үгітіліп тұратын піспенандар. Бізге қажет ингредиенттер: өте жұмсақ сары май, қаймақ, жұмыртқа, ұн және қопсытқыш, салмасына сүзбе, жұмыртқа, жүгері крахмалы және қант. Ең алдымен електен өткізілген ұн мен қопсытқышты мұқият араластырамыз. Келесі кезекте жұмсақ сары майға жұмыртқаны, қаймақты қосып, венчикпен немесе миксермен араластырамыз. Шым-шым тұз қосуды ұмытпаймыз. Осы ыдыстағы ингредиенттер жақсы біркелкі болып араласу үшін кем дегенде жарты сағат бөлме температурасында тұруы керек. Яғни суық болмауы өте маңызды. Келесі кезекте массамызға електен өткізіп, ұн мен қопсытқышымызды толықтай қосамыз. Силиконды күрекшенің көмегімен араластырып аламыз. Кейін қолымыздың көмегімен араластырып, қамырымызды біріктіреміз. Қамырымыз біріксе жеткілікті, ұзақ уақыт илеудің қажеті жоқ. Қамыр осындай жұмсақ болып шығады. Қамырмен жұмыс істеу оңай болу үшін 15-20 минутқа тоңазытқышқа жібереміз. Осы уақытта салмасын дайындаймыз. Жоғарыда аталған ингредиенттерді блендермен біркелкі масса болғанша езгілейміз. Салманы кондитерлік қапқа орналастырамыз. Өте ыңғайлы және уақытыңызды үнемдейді. Тоңазытқышта аз ғана уақыт салқындаған қамыр әлі де жұмсақ. Сол себепті ұнның көмегі қажет болады. Дайын қамырды екіге бөліп дөңгелектейміз. Бір бөлігін жайған уақытта, екінші бөлігін тоңазытқышқа салып қоямыз. Ұнды аз мөлшерде себелей отырып, оқтаудың көмегімен барынша жұқа етіп жаюға тырысамыз. Қалыңдығы 2 мм болуы керек. Каналымның ары қарай дамуына үлесіңізді қосыңыз. Видеоны аса лайк басып, кез келген комментарий қалдырыңыз. Тіркелуді ұмытпаңыз. Стақанның немесе басқа да дөңгелек нәрсенің көмегімен осындай дөңгелекшелерді ойып аламыз. Бұл стақанның көмегімен диаметрі 6 см болатын дөңгелекшелер шықты. 6 см етіп жасасаңыз, нәтижесінде кішкентай сүзбелі көбелектер шығады. Дөңгелекшелерден артылған қамырды біріктіріп, кейін қайтадан шаятын боламыз. Әрбір дөңгелекке шамамен жарты шай қасық салманы орналастырамыз. Қамырдың екі қарама-қарсы шеттерін біріктіріп, көбелектің формасына келтіреміз. Ашылып кетпеу үшін салма тым көп болмауы керек және мұқият бекіту керек. Әрине, салманы қалауыңызша өзгертсеңіз болады. Бастысы, қолданатын салманың консистенциясы сұйық болмауы керек. Мысалға, мейіз, жаңғақтар, вареная сгущенка, алма секілді салманы қолдансаңыз болады. Осындай сүйкімді сүзбелі көбелектер шығады. 180 градуста 20-25 минутта қызарғанша пісіреміз. Екінші қамырды жайып, диаметрі 8 см болатын формамен кесіп алдым. Яғни бұл сүзбелі көбелектер үлкенірек болады. Диаметрі 8 см дөңгелекше үшін 1 шай қасық салма кетеді. Кіші көбелектер 20 минутта пісіп шықты, ал үлкен көбелектер 25 минутта пісіп шықты. Қандай өлшемде дайындасаңыз да өте дәмді, ауызда еритін, сүп-сүйкімді болып шығады. Піскен сүзбелі көбелектердің үстіне бірден ыстық күйінде
қант ұнтағын себелейміз. Шайға арналған тәтті дастарханымыздың сәнін келтіретін сүзбелі көбелектер дайын болды. Салмасы тым тәтті емес, тәттірек болғанын қаласаңыз, сүзбеге мейіз қосып жіберсеңіз болады. Сіздің назарыңызға тұратындай рецепт міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл піспен нанға ғашық боласыз. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.